Абылайхан, Құрманбек дейік, тағы осы сияқты палуандар. Есжан бар, Елдос бар, мысалға мынау басқа командада ойнап жүрген балдар бар. Осы биыл Құрманбек пен Абылайханның жоқтығы может осы жастарға да мүмкіндік болған шығар. Жаңағы Асылжан Мамыт шығып жатыр, Ерғалым шығып жатыр жаңағы Жамбыл облысынан. Тағы өткенде қайсысы осы үздік ойыншыларға талас болып жатыр ғой. Үздік ойыншыға Ислам Рәт ойнап жатыр. Шәкір Бекзат шығып жатыр. Ол енді бір әр нәрсенің несі болады ғой. Қайыры болады дегендей. Биыл қайта бұлар чемпионатта болмай қалып еді. Кешегі үздік ойыншы, үздік ат, үздік шабуылшы ат деген номинациялар биыл өзгерді, дұрыс па? Қазір жаңа өздеріңіз айтып отырғандай үздік атқа, үздік қорғаушыға биылғы чемпионаттың бәрінде мен өзім бас төреші болып келдім. Сол жерде үздік атқа берілді қорғаушы, үздік шабуылшы атқа берілді, үздік жекпе-жек деген атқа берілді Саянға. Сол аттарды дайындағандарына байланысты ол жаңағыдай Саянды мысалға қазір айтып отырмыз, бәрі ел естіп жатыр ғой. Неше жыл шауып келе жатыр сол. Өзінің жеке аты. Қай жерде жарыс болсын қалмайды ол жігіт. Аты да қалмайды. Темірлан. Жасөспірімге де барады. Ақбидайға да барады. Қостанайға турнирге де барады. Зато кеше атын енді пұлдап алды деп айтсақ та болады. Сіздер сатып алдыңыздар. Қазір Саянды мысалға Нұрғали бауырымыз кеше сатып осы жарысқа қосып жатқан жағдайы бар. Неге Саянды дайындағандай қылып басқаларды ат дайындаса болады? Оңай бағаға алған жоқ, үлкен бағаға алынды сол ат мысалға. Оны енді жаңа өзіміз ортадан ойласып, келісіп, ақылдасып, бұл аттың бағасы арзан баға болмайды. Былтырғы жылы сол атқа 10 миллион теңге берілген Алматы облысы. Биыл енді бәрібір естестер 15 миллион теңге болды сол ат.